рұқсатсыз кетсе, әке-шешесінің үйіне қалай болады, рұқсатсыз кетсе? Не істегің келіп тұр? Неге рұқсатсыз кетеді? Неге әйел кінәлі болады сендерге? Рұқсатсыз. Сен тамақ бермесең, қарамасаң, қазақ айтқан қарамасаң қатын кетеді, бақпасаң бала кетеді деген. Рұқсатсыз кетті. Сен дұрыстап қара, кетпейді ол. Ана хадисті естіп, сіздер ойлайсыздар ғой деймін. Хадисте қана бір-ақ жақта. Мен рұқсатымсыз шықпау керек, мен рұқсатымсыз әйел деген бүйтпеу керек, мен рұқсат. Сен кімсің соншама не? Патшасың ба не? Патшаның өзі олай жараны ұстай алмайды. Біріншіден. Екіншіден, әйел Құдайдан қорқып шықпау үшін сен сол еркектік орның болу керек жаным. Еркектік орның болу керек. Оны асырау керексің, оған жары болу керексің, жақсы амалда болу керексің, көңілін табу керексің, сонда кетпейді. А сен түріп аласыңдар да, жаңағы ол бүйту керек, оны сындыру керек. Жоқ, ондай болмайды. Ол дәуір қалған жаным. Ол дәуір қалған. Сенің шешең тыңдамайды әкеңді. Аузын жап дейді. Қазір ғана маған келді. Қазір алдынан сіздердің алдына кішкене созып шығарып салдым. Баласы мен мамасы бір жақ өтіп кеткен, папасын жамандап, лақ тастап кетіп қалған. Сонда шықпау керек па не? Дұрыс емес сендердікі. Әйелді атаң қазақтан сөз алмаған. Осы жаттағаныздар. Қарамасаң қатын кетеді, бақпасаң бала кетеді. Қайшыға әйел кетеді. Неге кетпейді ол? Қара, көңілін тап, ол адам болсаң, робот емес. Роботты да бүйтіп майлап тұрады, анда-санда машина